Білім әр адамның болашағын қалыптастыратын ең маңызды күш. Мектепте оқушылар жаңа білім алып, дүниені тануды үйренеді. Ғылым мен білім елдің дамуына үлкен әсер етеді. Қазақстанның болашағы білімді ұрпақтың қолында. Отанын сүйген адам жақсы оқып, елге пайдасын тигізуге тырысады. Мұғалім оқушыларға ғылымның маңызын түсіндіреді. Сабақ барысында балалар жаңа ақпаратпен танысады. Интерактивті тақта оқу процесін қызықты етеді. Білім алу адамның ойлау қабілетін дамытады. Ғылым арқылы адам көптеген жаңалық аша алады. Кітап білімнің негізгі көзі болып саналады. Адам кітап оқу арқылы түрлі мәлімет жинайды. Қазақстанда білім мен ғылымға ерекше көңіл бөлінеді. Ғалымдар елдің дамуына маңызды үлес қосады. Білімді ұрпақ мемлекеттің жарқын болашағы. Кітапханада көптеген ғылыми және көркем кітаптар сақталады. Оқушылар кітап оқу арқылы сөздік қорын байытады. Энциклопедиялар адамға әлем туралы терең ақпарат береді. Тыныш ортада оқу зейінді күшейтеді. Білімге қызығушылық адамның жетістікке жетуіне көмектеседі. Физика табиғаттағы құбылыстарды зерттейтін ғылым. Зертханада оқушылар тәжірибе жасау арқылы білімін толықтырады. Электр энергиясы күнделікті өмірде кең қолданылады. Ғылыми тәжірибе адамның қызығушылығын арттырады. Тәжірибе арқылы алынған білім есте жақсы сақталады. Химия заттардың құрамын және қасиеттерін зерттейді. Тәжірибе кезінде түрлі химиялық реакциялар байқалады. Ғалымдар химия арқылы пайдалы материалдар жасайды. Химиялық білім медицина мен өндірісте маңызды орын алады. Ғылым адамның өмір сапасын жақсартуға көмектеседі. Информатика қазіргі заманның маңызды пәндерінің бірі. Компьютер арқылы ақпаратты өңдеуге болады. Бағдарламалау логикалық ойлауды дамытады. Цифрлық технологиялар күн сайын дамып келеді. Болашақта технологияны меңгерген адамдарға сұраныс артады. Астрономия ғарышты және аспан денелерін зерттейді. Телескоп арқылы жұлдыздар мен планеталарды көруге болады. Ғарыш әлемі әлі толық зерттелмеген. Ғалымдар жаңа ғаламшарларды анықтау жұмыстарын жүргізеді. Ғарышты зерттеу ғылымның дамуына үлкен үлес қосады. Ғалымдар зерттеу арқылы жаңа ақпарат табады. Ғылыми жұмыс дәлдік пен ұқыптылықты қажет етеді. Қазақстанда жас ғалымдарға қолдау көрсетіледі. Зерттеу нәтижелері қоғамның дамуына көмектеседі. Ғылым елдің технологиялық дамуына әсер етеді. Білім барлық балаға бірдей қолжетімді болуы керек. Ауыл мектептерінде де заманауи технологиялар қолданылуда. Планшет пен компьютер оқу сапасын арттырады. Қашықтан оқу жаңа мүмкіндіктер ашады. Әр оқушы сапалы білім алуға құқылы. Медицина адам денсаулығын сақтауға бағытталған ғылым. Дәрігерлер адамдарды емдеу үшін көп білім алады. Анатомия адам ағзасының құрылысын зерттейді. Медициналық технологиялар жыл сайын дамып келеді. Денсаулықты сақтау қоғамның маңызды міндеті. Инженерлер түрлі техника мен құрылғылар жасайды. Робот техникасы қазіргі кезде қарқынды дамып келеді. Механизмдер адамның жұмысын жеңілдетеді. Инженерлік білім өндіріс саласында өте маңызды. Болашақта роботтар көптеген салада қолданылатын болады. Қазақстан тарихы халқымыздың бай мұрасы. Тарихты білу адамға өткенді түсінуге көмектеседі. Ұлттық мәдениет халықтың ерекшелігін көрсетеді. Тарихи ескерткіштер мәдени құндылық болып саналады. Отан тарихын білу әр азаматтың міндеті. Ғылыми жоба оқушының іздену қабілетін дамытады. Зерттеу барысында ақпарат жинау маңызды. Диаграммалар мәліметті түсінікті көрсетуге көмектеседі. Жоба қорғау сөйлеу мәдениетін қалыптастырады. Ғылыми жұмыс жауапкершілікті арттырады. Дене шынықтыру денсаулықты нығайтады. Спортпен айналысу адамның күш-қуатын арттырады. Салауатты өмір салты аурудың алдын алады. Белсенді қозғалыс ағзаға пайдалы әсер етеді. Денсаулығы мықты адам білімді жақсы меңгереді. Табиғатты қорғау әр адамның міндеті. Ағаштар ауаны тазартып, оттегі бөледі. Экологиялық білім қоршаған ортаны сақтауға көмектеседі. Табиғатты қорғау болашақ ұрпақ үшін маңызды. Таза орта адамның денсаулығына пайдалы әсер етеді. Білімді жастар елдің дамуына үлес қосады. Әр мамандық қоғам үшін маңызды қызмет атқарады.
Заманауи технологиялар өндірісті жетілдіреді. Білім экономика мен ғылымның дамуына әсер етеді. Еңбекқор адам өз мақсатына жете алады. Арман адамды алға жетелейді. Білім арқылы адам өз мақсатына жете алады. Болашақ мамандық дұрыс таңдауды талап етеді. Сенімділік жетістікке жетуге көмектеседі. Жақсы білім жарқын болашақтың кепілі. Қазақстан тәуелсіз мемлекет. Елдің дамуы білімді азаматтарға байланысты. Бірлік пен татулық қоғамның тұрақтылығын сақтайды. Отанын сүйген адам елінің өркендеуіне үлес қосады. Патриоттық сезім әр азаматтың жүрегінде болуы керек. Білім болашаққа апаратын сенімді жол. Ғылым мен оқу адамның мүмкіндігін кеңейтеді. Қазақстанның болашағы жас ұрпақтың қолында. Әр оқушы жақсы білім алуға ұмтылуы керек. Білімді ұрпақ отанның ең үлкен байлығы.